Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қуырдақ жасайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге жаңа сойылған жылқының еті, бүйрек, өкпе, бауыр, жүрек барлығын қосатын боламын. Барлығын видео көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты ғып турап алатын боламыз. Одан кейін бізге жылқының іш майы да қажет болады, сонымен бірге дәмдірек болады. Бауырды біз қуырдағымыз пісуге 10 минут қалғанда қосатын боламыз. Бұны бөлек турап қоямыз. Іш майын да турап аламыз, өзімізге ыңғайлы етіп. Барлығын турап болғаннан кейін қызып тұрған қазанымызға бір пиалайдай сұйық май құйып, одан кейін барып іш майды салып, қызартып, қуырып аламыз. Қызарып, қуырып болғаннан кейін еттерді салатын боламыз. Бүйректен басқасының барлығын салып жібереміз. Ешқандай су қоспаймыз, өзінің суына бұлбырап пісетін болады. Әр жерде әр қалай айтылады. Bir жақта сірне деп, бір жақта қуырдақ деп. Атауы өте көп, жасалу жолы да әртүрлі болады. Өзінің сөліне 15 минуттай бұқтырып алатын боламыз орташа отта. Одан кейін барып пиязымызды дайындап аламыз. Картошка пиязымызды ашып, жақсылап турап, 15 минут өткеннен кейін пиязымызды салатын боламыз. Неғылым пиязы көп болса, біздің қуырдағымыз солғылым дәмдірек болады. Мінекей 15 минут өткеннен кейін біз пиязымызды сала береміз. Өзінің суы шығып тұр. Пиязымызды салып, тағы да 10-15 минуттай қалдырамыз. Бетін жауып орташа отта. Менің арнама тіркелмесеңізде тіркеліп, подписаться батырмасын басып, өзіңіздің қуырдақты қалай дайындайтыныңызды комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Пиязымыз салып болғаннан кейін картошкаларды дайындайтын боламыз. Осылай кішірек болса 2 бөлікке, үлкенірек болса 3-4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Одан кейін тұзымызды салып, қазанымызға картошкаларымызды сала беретін боламыз. Жақсылап барлығын араластырып, бетін жауып тағы да 15-20 минутқа қалдырамыз. Осы жерде приправа қоссаңыздар да болады, бірақ дәмін өзгеріп кетпеу үшін мен қоспадым. Барлығын араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып қоямыз. Өзінің суында пісетін болады. Менің арнамда бұдан да басқа салат түрлері, ыстық тағамдар, торттар бар. Кіріп көрсеңіздер болады. 15-20 минут өткеннен кейін пісуге 10 минут қалғанда бауыр, чеснок қосып жібердім. Тағы да 5-10 минуттай қалдыратын боламыз. Бауыр өте тез піседі. Егерде ерте сап қойсаңыздар, бауырларыңыз қатып қалуы мүмкін. Сондықтан 5-10 минуттан кейін асын өшіріп қойсаңыздар болады. Мінекей біздің қуырдағымыз осылайша дайындалды. Салып ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, дәруменге бай тағам. Сонымен қатар жылқы еті суықтықты шығарады денедегі. Барлығын осылай салып болғаннан кейін бетіне әсемдік үшін көк пияз немесе кәдімгі пиязды турап дөңгелектеп сасаңыздар болады. Укроп немесе. Баршаңызға ас болсын. Осылай дайындадым. Одан кейін ең соңында осылай сорпасында бетіне құйып шықтым. Және көк пиязды ұзын шалап турап бетіне қойып шықтым. Дәл осылай жасап, қонақтарыңызға да ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.